Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Бүгін бізде 31 қаңтар. Қазір біздер дельфинге бара жатырмыз. Дельфинге бармастан бұрын жолдан индрайверден попутный тапсырыстар қараймыз. Жаңа бір тапсырыс болды. 800 теңгеге өзім баратын жеріме дейін негізі осы айналадан осы жақын жерден, бірақ дегенмен де 900 теңге деп ұсынып көріп едім, келіскенім жоқ. Сол себептен енді қазір бара жатырмыз. Негізі индрайвер қала бойынша, Ақтөбе қаласы бойынша индрайвер тапсырыстардың бағалары өте төмендеп кетті. Сол себептен негізі жобасы жоба еді, ала беруге болады, бірақ мен алған жоқпын. Қазір мен өзімнің шаруаммен бара жатырмын қаланың ескі жағына. Жап жақын, бірақ километріне 58 теңге төлеп тұр, сол себептен алмаймыз. Айтпақшы, алдындағы Samsung A52 деген телефонды, Samsung A52 деген телефондар, мына Samsung A9 деген не алып едік. Бұл орталық базар 850 теңгеге дейді. Алай берейік енді. Өйткені бостан бос бара жатырмыз, сол себептен мынау болады негізі ондай қатты. Баруға дейін қаншама шақырым бар. Бір шақырым бар екен, 8 минут беріп тұрғансын түсіне беруге болады. Сол Samsung Galaxy Tab A9 Plus деген не? Планшет бізде өте жақсы, ыңғайлы, өте жақсы. Негізі көп жерлерде қолданам, күшті, керемет. Маған өзіме ұнады. Неге оны алдың деген сұрақ болса, бұл маған жұмыста, мысалы Word-тан, Excel-ден бірдеңе өзгерту керек болады да, аяқ астынан. Сосын ол тапсырманы орындау керек болады жылдам. Менде негізі өзімде ноутбук бар, бірақ дегенмен ноутбук постоянно қолымда жүрмейді, және ыңғайсыз. Мұны ыңғайлы, ашасың, өзгертетін затын өзгертіп жібересің бе, қайттан салып жібере қоясың, ешқандай проблема жоқ. Сол жер ұнады маған. Енді мына тап планшет туралы келетін болса, планшеттен интернеттен бәрін оқысаңыздар болады. Қандай былай жалпы қандай кезде жақсы экранның сыйымдылығы, яғни экранның жүру процесі, процестің өзі қалай деген сияқты. Енді қазір біз алғашқы тапсырысқа бара жатырмыз 850 теңгеге. Мынау орталық базар, яғни колхоздың рынокке бара жатырмыз біздер. Барғанға дейін 5 минут көрсетіп тұр, 2,5 шақырым көрсетіп тұр. Ал екінші нүктеге дейін бізде шамамен 5,5-6 шақырымдай болу керек орталық базарға дейін. Кеттік, жолымыз болсын. Желде жүргізушілерге сіздерге сәттілік, күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгін бізде қазір өзіміздің шаруамен бітіргеннен кейін қайттан желіге шығатын боламыз. Бұл яғни Яндекс Едамен шығатын боламыз. Немесе индрайв қызметімен осылай жүре береміз. Көреміз енді, қазір берсін шыққанда бақылайтын боламыз жағдайды. Индрайверден 2 тапсырыс орындадым. Біреуі 750 теңге, екіншісі индрайверден Алтынсарин көшесіндемін. Народный канцелярия дейді. 650-де орып жіберейік. Несесі қабылдаса қабылдайды, қабылдамаса көреміз. Яндекс Еданы да қосып қойдым қазір тапсырыстардан. 650-ге қабылдады. Демек біз мына жақтан шығып кетеміз. Қанша тапсырыс жасадым, кішкене көрсетіп кетейін. Қанша теңге таза табыс таптым? 1957 теңге. Бізде бұл бүгінгі кіріс деп бастым, иә. Так. Таза табыс 3 тапсырыстан 1957 теңге. Барлығы тек бағалар болса 2250 теңге. Ол енді неге? Сосын 292 теңге налогы, енді санамал комиссия болып. Так. Осы жерде негізі километраж көрсету керек. Міне 19,6 деп көрсетіп жүрген. 20 шақырым жүріп саған. 100 теңге 99,88 дейтін байқадыңыздар ма?
әдемі да. Енді мақсатым сол болған негізі. Енді Яндекс Продан тапсырысты қазір бара жатырмыз. Бұл бізде жеткізу қызметі. Бәрі жеткізу қызметі негізі Яндекс Продан қосып қойғанымша. Неда болсын, басқа да жеткізу қызметі болсын. Бұл жерде тапсырыстың фотосуреті, жеткізу қызметі, Redfish, магазин Redfish деп жазған. Бірақ мына жерде де есіктен есікке ештеңе көрсетпеген. Бірақ барамыз енді амал жоқ. Айқайласып тұрмаймыз енді. Өзіміздің уақытымызды басқаның уақытын алып кеттік. Тапсырысты алдық. 650 теңгеге шығады. Мына тапсырыс шақырыммен 4,5 шақырым 10 минут, яғни 9 минутты көрсетіп тұр. 650 теңге. Қалай бұлай? Нормально ма? Болатын сияқты бұлай. Жаман емес. Жоқтан жақсы. Қала бойынша коэффициент 1100 теңгеге дейін деп тұр. Бұлай негізі міне 1100 теңге. Опачки. Көреміз. Сағат 11-ден 14 минут кетіп жатыр қазір. Брендинг жасатып алсам қалай бұлай? Яндекс.Го. Мына деген жеткізу қызметі. Қараңыздар. Тағам, міне Яндекс Еда деп тұр көресің бе? Яндекс Еда. Яндекс.Го Еда деп тұр. Оны бір-екі рет көргенмін. Осы мықты. Осылай брендинг жасатып алсам. Таза тек тапсырысты жүріп машина болып қойып. Егер де бірақ брендинг такси қызметінде жүрсең де мынау брендинг болып саналады. Осыған приоритет беріледі ол. Не болғанда да. Алғашқы тапсырысты аяқтадық. 670 теңгеге шықты. Енді мына келесі тапсырыс бұл бізде 12 шағын ауданынан. Көрсетпей ме? Опа. Так, 12 шағын ауданы 17 подъезд, магазин Абука дейді. Содан тапсырыс алып бара жатырмыз. Бұл да жоғары сұраныспен келіп тұр. Коэффициентпен білмеймін қанша теңге шығатынын көреміз. Бірге тамашалайтын болатынбыз. Қанша теңге шығатынын. Мына ДТП жаңағыны мен кетіп жатқанда болмай еді. Мен жаңа осы жерде өттім ғой. Мына жерде болмай еді. Мына жаңағыны пайда болды. Абай болыңдар қатты. Неше машина? 4 машина ма? 3 ма? 3 сияқты бұл негіз. Мына машина деген. Ең қымбат машина, мына бір машина негіз. Мына бір машина да. Жоқ, мыналар да қымбат екен. BMW-да тұр ғой, тоже артына кіріп кеткен. Байқаңыздар жолда. Абай болыңыздар. Шамамен шақырым, 3 шақырымдай 730 теңге көрсетіп тұр. Ағайынды Жұбановтар көшесі 304-ші үйге барамыз. 3 шақырым көрсетіп тұр. 7 минут. Бұлдан тағы бір тапсырыс бет. Жаңа негізі осы тапсырысты аяқтап тастаймыз. Жаңа бір тапсырысты алған тапсырысты жеткізіп тастадық. Енді қазір әуежайға қарай бара жатырмық. Сосын өзіміздің шаруаларымызбен аяғысына хабарласып шаруалар тапсырып тұрып. Сағат 12-ге дейін жүрген қанша теңге табыс таптым. Сол видеоның соңында қорытындылаймыз. Қазір мынаны 15 минуттай бар апарып тастауға бұйырса. 15 минуттан апарып тастап үй жаққа қарай желден шығып кетеміз де үй жаққа қарай барамыз. Үй жаққа барып зат алып, соны бір кісі алып кету керек. Соны істейміз боламыз. Соны шаруалататын боламыз. Так. Қазір жуаннан барсам, тіке жүктен. Осылай, жігіттер, күн керемет болып тұр. Әдемі. Жып-жылы болып тұр дала деген. -7 тіпті. 17 емес. -7. Керемет болып тұр. Тапсырыс. Ауа райы. Қазір. Осылай. Кішігірім видео болсын менен. Мен сағат 10:30-да да шықтым ғой. 10:30-нан 12-ге дейін. 10:30-нан 12-ге дейін қанша теңге табыс таптым. Соны қызыққа көретін боламыз. Видеоның соңында қорытындылаймын. Баршаларыңызға рахмет. Қаралымдарға, жазылымдарға рахмет. Лайк басқандарыңызға үшін көп рахмет. Ол әрине өзіміздің контенттің ары қарай дамуына үлес қосасыздар сонымен. Мен сіздер үшін ол ештеңе емес. 1-2 секунд тосат. Мен үшін өте керемет. Өте керемет зат. Рахмет баршаңызға. Аман болыңыздар.
елдегі жігіттер сіздерге ақ жол. Тапсырысты аяқтадық. 1950 теңгеге шықты. Мына тапсырыс 1200 теңгеге шықты. Өйткені ана тапсырыс 750 теңгеге шықты ғой. Так, енді 3 тапсырыс 2954 теңге. Сонда бір тапсырысы 1000 теңге болып тұр ма сонда? Әдемі, әдемі сияқты, күшті, керемет. Сонымен тапсырысты аяқтайық, иә? Аяқтап тастадым мен. Міне Яндексте қанша теңге түседі, сосын Индрайвда қанша теңге түседі. Міне видеоны қорытындылаймыз осыдан кейін. Міне. Баршаларыңызға рахмет, көптен көп күшті, керемет. Көңіл күйлеріңіз өте керемет болсын. Демалыстарыңызды отбасыларыңызбен, жақын жора жолдастарыңызбен өткізіңіздер, керемет. Жақсы, аманшылықта. Rage on that beat, going crazy.